Сәлем, бүгін біз ең оңай тағам жасайтын боламыз. Алдымен бізге бір дана пияз, картоп, жарты дана сәбіз қажет болады. Барлығын жақсылап жуып, картопты төртке бөлеміз. Және де пиязды ұсақтап, ұзыншалап турап аламыз. Ыдысымызға су құйып, ішіне картоптарды саламыз. Және де тұз қосамыз, қайнатамыз. Қазанымызға май құйып, пиязды қуырамыз. Оның үстіне етті саламыз, дәмдеуіштер қосамыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Және де сәбізді үккіштен өткізіп, оны да қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Суымызды төгіп, картопқа сүт қосамыз, бұрыш қосамыз. Және де осылай ыдысымызға салып, тағамымыз дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ең оңай тағам.